Әл-Бақара сүресі 258-263 аяттар. Алланың жарылқап берген патшалығына ие бола отырып, Нунның Намрудтың Алла жайлы Ибрахиммен дауласқаны жайлы білесің бе? Уа Мұхаммед, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын. Пендесіне өмір сыйлайтын да, өлім жіберетін де менің Раббым, деді Ибрахим оған. Мен өмір сыйлаймын және өлтіремін, деді ол Намруд. Олай болса, Алла күнді шығыстан шығарады, ал сен оны батыстан шығарып көрші, деді Ибрахим. Сол кезде кәпір патшаның аузы жабылды. Алла залым жандарды тура жолға салмайды. Немесе қабырғалар құлап, төбесі ортасына түскен қалашықтың қасынан өткен Узайр деген бір адам, мына қираған шаһардың өлген тұрғындарын Құдай қалай тірілтеді екен, деді. Сол кезде Алла ол адамды өлтіріп, 100 жылдан соң қайта тірілтті. Алланың періштелері қанша уақыт жаттың, деп сұрады. Бір күн жаттым, немесе тәуліктің сәл ғана бөлігі шығар, деп жауап берді ол. 100 жыл бойы жаттың. Алдыңда тұрған тамағыңа, сусыныңа көз салшы. Олар ешқандай да бұзылмаған. Ана есегіңнің қаңқасына қара. Әне, біз сені адамдарға керемет мысал ретінде көрсетеміз. Енді біз есектің сүйектерін қалай құрастырып, оған қайтадан қалай ет жапсыратымызды көз сал, деді періштелер. Мұның бәрі анық көрсетілген кезде ол сөз жоқ. Алланың бар нәрсеге күш-құдіреті жететінін анық білдім, деді. Бірде Ибрахим, Раббым, маған өлілерді қалай тірілтетінді көрсетші, деді. Сенбейсің бе, деп сұрады Раббысы. Әрине сенемін, тек көңілім орнықсын деймін, деп жауап берді Ибрахим. Алла, сен онда 4 құсты сойып етін араластыр да әр таудың басына бөліп таста. Содан соң оларды өзіңе шақырсаң, дереу жетіп келеді. Алланың ұлылығы мен данышпандығын осыдан-ақ білерсің, деді. Алла жолында дүние жұмсаған жандардың іс-әрекеті жерге егілген егістіктің бір тал тұқымының мысалындай. Сол тұқымнан шығатын 7 масақтың әр қайсысы 100-100-ден дән береді. Өзі қалаған құлының сауабын Құдай осылай еселеп арттырады. Алла шексіз жомарт, әр бәрін де білуші. Алланың жолында мал дәулетін жұмсап, сол жұмсағандарына кейін міндетсінбеген жандар үшін тәңірлерің құзырында көптеген сауаптар жазылады. Оларға еш қорқыныш болмайды, жүректерін қайғы-қасірет шалмайды. Айтылған жақсы сөз бен жасалынған кешірімділік артынан әртүрлі реніш еретін садақадан қайырлы. Ақиқатында Алла бай, мейірімді.